қаласында 20 қараша Қазақстан Республикасының президентін кезектен тыс сайлау науқаны басталды. 262-ші сайлау учаскесіне қала әкімі Нұрбол Нұрсағатовпен қатар шаһар тұрғындары келіп өз таңдауларын жасауда. Баршаларыңызға бүгінгі күн сәтті өтсін дейміз. Енді осы бүгінгі 262-ші сайлау комиссиясының мүшелерімен таныстырып өтейін. 262-ші сайлау комиссиясының төрағасы Төлепберген Самат Әскерғазыұлы менмін. Балалар мен жастардың шығармашылық сарайының базасында орналасқан номер 262 сайлау учаскесінің ашылу салтанаты әнұраннан басталды. Сонымен қатар сайлау учаскесінің төрағасы бірінші болып дауыс берген азаматпен 18-ге толған алғаш дауыс берушіге сыйлықтар табыстады. Еске сала кетейік, сайлау учаскелері таңғы сағат 7-ден бастап кешкі сағат 20:00-ге дейін жұмыс істейтін болады. Өз таңдауыңызды жасап, саяси науқанға атсалысыңыз.